болашақ жауынгерлер, сіздің қарамағыңызға келіп тұр. Ойна. Ал сөйлеңдер, болашақ жауынгерлер. Жолдас капитан, барлығымызда өз ықтиярларымызбен әскерге сұрана келдік. Неміс қосқыншылармен соқсамыз. Мұлтыра табасыңдар. Мен жолдас капитан, ұшып бара жатқан үйректі көзіме атып түсіре саламын. Жаусаған үйрек емес балақай. Мылтық ата білесің, онда оны көтеріп те жүре білесің. Мылтық түгіл бір қап бидайыңызды иыққа салмау қайқаңдай жөнелгенде, сіз менің күшімді тоқтаңыз. Мылтықты жай көтеру бар да, оны сонау Берлинге дейін апару тағы да бар балақай. Енді біз мылтықты орта жолда тастай салып, Берлинге ән айтып, библиоға бармаймыз ғой. Тіл бар балақай, тіл бар. Қой қысқа. Сіз менің соғыс басталғалы шөгіп қалған бойымды кемітіп қайтесіз? Сіздің де әкеңіз, ағаңыз соғысқа кетіп, үйдің жұмысы мына сіздің мойныңызға түссе, сіз де істей алатын едіңіз. Бұны біз пипи коротки дейміз. Оймаласа демесеңіз, мыналардың барлығынан да үлкен менмін. Жас деген біраз жерге жетті ғой. Сонда нешедесің балақай? Нешінші сынып оқисың? Мен 16-дан 18-ге келдім. Қазір 7-ші сыныпта 3-ші жыл қатарынан отырмын жолдас капитан. 3 жыл? Охо, балақай, жоқ. Жаман оқушы, жақсы солдат бола алмайды. Жолдас капитан, енді 3 үйдің жұмысы мына менің мойнымда тұр. Онымен қоса колхоз жұмысы, егін ору, шөп шабу, малды жайлау, одан қалса диірмен тартуға дейін менің мойнымда тұр ғой. Сабақты ашан оқимын мен. Оның үстіне мен немістерге септік жалғаумен көбейту көстесін айтуға бармаймын. Жолдас капитан, мен жақсы қойым. Мен әскерге алыңызшы. Сен нешінші сынып оқисың? 14-темін. 14-темін? Жоқ балақай, сен тым жассың. Айттым ғой сендерге алмайды деп. Міне мен болсам міне бір сары екен. Алмайды сендер. Я деген, Украинада бізден де жас балалар соғысып жүр емес пе? Жоқ балақай, сендер қате түсінбеңдер. Олар неміс қолындағы балалар, партизандар. Маған партизан болса да бәрібір, онда мен әкемді көре алмаймын ғой. Әкем қайда? Соғыста 2-ші Украина майданда 5 ай болды хат келмейді. Фамилиясы кім? Мамбетов. Мамбетов? Я, сіз танисыз. Соңғы рет командир мақтап жазған хатты өзіңіз апама алып келіп бергенсіз. Білем. Әкең алдыңғы қатарлы солдат еді. Өте мақтаулы азамат. Сенің атың кім? Бақыт. Мұнда біз сыбызғы дейміз. Сыбызғыны шебет тартады. Өзі де қурайдай қойып. Өзі және ақын. Немістер туралы өлең жазған. Кәне бақ, қайт желіңіз? Онша мықты емес жолдас капитан. Сонда да тұр. Бақыт, слушай мой команда. Мен сіз айтқанша айтайын. Немістер қанға жеріген адамның етін жегіштер. Неміс. Қалғаса мен тұраймын, сен аса. Ақ тезертен қазір әкеліп дамдар. Олар не болып қалды соншама? Бұларды қарай көр, жұмысты тастап, мұнда қашып келгендерін, күз болса мынау, егін даласы, егін жиналмай жатыр. Қашып келгендерін қарай көрмейсің бе? Балалар, шынында да бұлардың жарамаған екен. Сендер ғой майданға барамыз деп, жұмыстың бәрін тастап қашып келіп тұр екенсіңдер ғой. Енді егін даласы, майдан даласы емес қой. Көрсетейін бе саған майдан даласын? Қарашы, кішкентай болып тілінің жағына сүйенуін, шегедей бұның майданшылығына не бересің? Сонда немене, айыртырнау шарқалап жүре бермекпіз бе? Қуатып енді! Майданға! Қуатып! Балалар, сендер бір нәрсені түсінбей тұрсыңдар. Мұндағы айыр, күрек те соғыстағы мылтық. Мұндағы егін даласы 2-ші майдан. Бұларға немен мөңке керек? Табандарын тіріп тұрып, тасқада жұмысқа салсам бар ғой, көздеріне көкшімін емес. Ей, маған әкірейін деме! Сен сияқты капитанның талай, тасқада дидай! Жауынгерлер, главный шерем становись. Атқа тыңдаса. Смирно! Ранее на середину. Балалар, сендер тылдағы жауынгерлерсіңдер. Сендердің ағаларың, әкелерің майданда қан кешіп жүр. Оларға жылы киім, оқтарынан келіп. Оларды дайындайтын тылдағы бізбіз. Сендерсіңдер балалар.
Тылдағы күні сендердің қолдарында. Талай қалаларымыз бен деревняларымыз фашистердің қолында. Егер олар жылдам жеңілсін десіңдер, жұмыстарыңа бағыңдар. Сендердің қазір доп қуып, оқып жүретін кездерің. Бірақ оны уақыт көтермейді. Жұмыстарыңа бағыңдар, қане бұйырамын. Смирно! Направо! Шагу марш! Загибай! Қазір бірден жерден жина алмай қалса білемісің не болатын? Бұл дегеніміз тактика жотан алдында преступление. Қазір бұлардың алдында емізі салу керек шығар онда. Кішкентайларға жарам сақтанып, үлкендерге мән өкілейтін кез емес. Ол түсінікті ғой. Әйтсе де баланың аты бала емес пе? Бұлай алдап жөнсізсің қайтеді? Алдап, төбеңеші ойнақтасын деймісің? Оба алмаған емес, тас жасақ немістерге. Шасында әпер бақан тілін әлі қалмаған екен. Мұны қалай түсінуге болды? Соғысқа бар, жуасып келмедің бе дегенің не? Ол түсінікті ғой, әйтсе де қазір кімнің төрт құбыласы түгел. Сен бағана бақыт деген баланы қатты ренжіттің. Кешірім сұрауың керек. Титімдей баладан ба? Титімдей емес ол. Ол енді өз үйінің бас көтерер азаматы. Үй иесі. Азамат, үй иесі? Әкесінің көзістері тұрғанда хозяин болу қайда? Оның әкесі. Енді ол дүниеде жоқ. Ол дүниеде жоқ?